Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Барлы қалың еліме Нью-Джерси штаты Бермаунттан сәлем. Қазақша аударғанда бұл аюлы деген тау. Бермаунт. Енді осы жерде отырып, серуендеп, саяхаттап отырып, баршаларыңызға күнделікті саяси ақпараттық шолуымызды жеткізе кетейік. Біріншісі, мына әлемде нөмірі бірінші бай, яғни заңды байлардың ішінде. Ұрығары, қарақшы, тонаушы, диктатор, бандиттер емес, кәдімгі заңды өндіріс ашып, заңды завод салып, тірлік жасап, ғылыммен, ақылмен, парасатпен байыған байлардың ішінде әлемде нөмірі бірінші бай, ғалым, тапқыр, ең керемет жаңалық жаратушы, адамзатқа үлкен үлес қосқан бай Элон Маск кеше Twitter'де ресми түрде сатып алды. Бұл енді үлкен жаңалық. Бұл жерде бұны неге айтып отырсыз дегенде, бұл Элон Маскты жұрттың бәрі біледі. Ол қазір бүкіл адамзаттың бірінші ғана байы емес, ол сонымен қатар бұл үлкен саясаттағы адам. Себебі оның саясаттағы мәні мен маңызы аса жоғары. Элон Маск бірінші, ол Қытайды былайша айтқанда кез келген уақытта тас-талқан қылатын күшке, қуатқа ие адам, бірден бір адам. Себебі оның Starlink'і бүкіл дүние жүзінде жер бетін, қысқасымен қысқасы соның спутнигі, жасанды жер серігі бүкіл жер әлемді ұстап отыр. Енді Элон Маск қаласа, осы бүкіл жер әлемді қоршаған осы спутник арқылы ол сізбен біздің ойымызға да кірмейтін, түсімізге де кірмейтін шаруаларды жасай алады. Оған дәлел, мысалы, Орыс-Украин соғысы кезінде оның бүкіл Украинның телекоммуникациясын тас-талқан қылған Орыстың агрессиялық шабуылына қарсы ол Украинды тұтасыменен осы Starlink, яғни әуеден, жасанды жер серігінен, спутниктен тарайтын тегін интернет арқылы қамдағаны. Және оның осы интернет арқылы тұтас ақыл парасат, жасанды ақыл парасат арқылы әскери зымырандар және түтікпен атылатын атқыш қарулар, дрондар, тағы басқа жаңағы жасанды ақыл парасатпен басқарылатын әскери техниканың бәрі сол арқылы істеп. Енді оның бұндай маңызын енді бұдан бұрынғы лекциямызда айтқанбыз, енді естімеген жұртқа бір қысқаша айт. Анығында ол Қытайда да тас-талқан қыла алатын қуатты ие. Себебі Қытай бүкіл әлемнен интернет кеңістігін құпия ұстап отырған ел. Қытайда мысалы Google ашылмайды, YouTube ашылмайды, Facebook, Twitter ашылмайды, Instagram ашылмайды, WhatsApp жаңағы анау мынау сигнал, Telegram қолданылмайды. Кімдеген бұндай ақпараттарды қолданса, ол Қытайда қылмыс болып сотталады. Бәленбай қазағымыз Қазақстанда балалары, келіндері сыйға тартқан телефон, оның ішінде автоматты WhatsApp бар, Facebook бар телефондарды пайдаланған үшін анау 60-70-дегі талай апамыз сотталып кетті. Енді бұл егер қаласа, сол өздері жаңағы интернеттік шектеме қолданып отырған Қытайға тегін Wi-Fi таратып жіберсе, қысқасы Қытайыңды да мына диктаторлық, фашистік, коммунистік жүйесін тас-талқан қыла алатын қуатқа ие бірден бір адам. Яғни бұл өзі бір адам, бірақ анығында бұның қуаты, мүмкіндігі бір мемлекеттен, бір алып империядан ол әлде қайда қуатты болып отыр. Енді осының Twitter'ды алғаны туралы бүгінгі лекциямның мәні, оның осы Twitter'ды ресми түрде сатып алғанының мәні мен мақсаты туралы болады. Және оның халықаралық геосаясаттағы қаншалық ықпалы туралы айтамыз. Енді қысқа бір нәрсені айтайын. Ол Twitter'ды ала салды да үш нәрсені, өте маңызды үш нәрсені істеді. Біріншісі, Twitter'дің бұғанға дейінгі атқарушы бастығын қызметтен кетірді. Екіншісі, Twitter'дің бүкіл жаңағы қазынасына жауапты қазынашысын жұмыстан кетірді. Қысқасы бас басқарушы жұмыстан кетті, бас қазынашы жұмыстан кетті. Енді үшіншісі, мынау кезінде Трампты мәңгілік бұғаттап тастаған, Трамптың бүкіл есеп шотын мәңгі бақиға бұғаттаймыз деген бас бақылаушыны, бас шолушыны жұмыстан кетірді. Енді өстіп бір жолда үшеуін жұмыстан кетіріп тастағаны, оның осы әлемдік, қоғамдық, әлеуметтік желіде оның енді мынау дәстүршілдерге, немесе Американың үшін айтқанда республикашылдарға, былайша айтқанда Трамптың жақтастарына мүмкін әлеуметтік желіде бір ырықтылық алып келе ме? Ол шынында Трамптың ашық жақтасы ма?
қазіргі билік басында отырған демократтар, мысалы Байденнің билігі анығында Элон Масктың осы бүкіл мысалы Америкада қазір үстем орында тұрған осы демократтардың жаңа қалыптасып қалған ауанына қарсы жұмысын құптамайды. Мысалы Нью-Йорк Таймс демократтардікі, Washington Post демократтардікі, бүкіл телеарна демократтардікі, CNN демократтардікі, Американың басты медиасы, Facebook соларды қолдайды. Мысалы демократтарды, мына кімді, Байдендерді қолдайды. Бұрынғы Twitter соларды қолдайды. Жаңағы Instagram, жаңағы Google, бірақ соны қолдайды. Кезінде Трампты бәрі қайтты. Google шектеді, YouTube шектеді, Facebook шектеді, Twitter шектеді. Қысқасы, Трампты қолдай қойған үшін, кезінде Трампты қолдай қойған үшін, Парлердің өзін қайтты, Amazon'нан алып тастады, App Store'дан алып тастады, бәрінен қуып тастады. Яғни, әлемнің ең атақты бай, бүкіл осы Нью-Йоркты, Манхаттанды, Ашсалақанда, жұмса жұдырығында ұстап отырған Трамптың өзі барар жер басар тауы қалмай қалды. Енді ошалымызда қырсық шал. Енді оның қырсықтығы, оның жаңағы бүкіл ел жұрттың алдында жаңағы беті жүзің демей езуін тіліп тастап шындықты айтатындығы, ол енді мәлім деңгейде ұқсайды. Енді жаңағы бір досымыздың айтқандай, Трамп екеуіңе 2019 қиын болды ғой деген сияқты. Ол да сондай. Мысалы, CNN-де ол фейк ньюс, CNN дейді, ұрып тастайды, қысқасы, өтірік ақпарат таратасыңдар дейді. Жаңағы Американы билеп алған бүкіл ақпаратта өздерінше бір империя болып, басқа ұқсамаған көзқарастар тұншықтырып отырған жаңағы солшыл демократтарға, бір бүйрегі социалистерге, коммунизмшілдерге, коммунистерге бұратын осыларға бұлар қарсы болып отыр. Енді жалғыз жаңа Twitter'де Элон Маск сатып ала қойды. Яғни енді осы әлеуметтік желіде цензура болды ма? Болды. Басқасын мысалға айтпадым. Мені Twitter 30 мәртеден артық бұғаттады. Ең соңында мен түңіліп, Twitter'дегі аккаунттарымда жазбайтын болды. Қысқасы, жоқ, ондай медиа жоқ деп жазбайтын болды. Ал Facebook 20 мәртеден артық бұғаттады. Міне соңғы рет августтың 16-сы Facebook'ыме шыға алмай қойдым. Алайда жаз, телефоныммен, поштаммен жоқ, кіре алмаймын. Себебі олар соңғы кезде біздің Facebook'ты қайтты, бұғаттаса біздің әр 20 мәрте бұғаттағанда мен кем дегенде 5 рет халықаралық медиаға жариялаттым. 5 рет ойбайдыға, міне біз Қытайға қарсы жұмыс жасап едік, бұлар мына Қытай десе өледі деп тұрып, бүкіл медиада олардың қылмысын аштық. Мен не істедім? Біреуді жаман жаңа бәдік сурет жарияладым ба, анау ма, мынау ма, біз өстіп жаңа Қытаймен күрестік. Ал бұлар біз Қытаймен күрессек, бұлар бізбен күресті деп ойбайды салып, қысқасы бұлардың тасталқан шығар. Енді олар қайтты. Сосын бұлар бұғаттай алмағаннан кейін енді ашық па, ашық, бұғатталған жоқ. Бірақ жазған елдің комментарий көрінбейтін, басқалар бөліссе жаңағы ашылмайтын, елдің парақшасын ашсаң сақ етіп ашылады, біздің парақша ашылмайтын қылып жасап қойды. Іздесең таба алмайтын қылып қойды. Енді қарашы. Енді цензураның бір былайша айтқанда әлеуметтік желідегі монополия, әлеуметтік желідегі қысқасы қазақ айтатын бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дейін, тілге еркіндік, демократия деген ұғымдардың бәрін тойтар. Мысалы, Трампты тасталқан қылып шектегеннен ақ. Шектемей-ақ, мысалы, Трампты мықты болсаң жең, осы жерде даулас, осы жерде көзқарасыңды айт демеді ғой. Демократия деген ауыздарында шын мәнде былайша айтқанда өздері ұйымдасып алған, бәрі бірігіп алған, мүдделері бір, жақтас, бәрімен жаңа ниеттері бір алдыда тасталған ғой. Мысалы, бізді де сөйтті. Мысалы, қазірдің өзінде менікін сөйтіп тастады. Қазірдің өзінде. Мысалы, біз оған сынақ жасадық. Facebook'қа өткенде айттық. 20 жігіт біріктік WhatsApp'та, сонымен бір пост салдым. Ал 20 комментарий жазды. Бәрі жаздық деді. Маған 2-3 көрінді. Ал тіпті оның ішінде қалғанына, ана менің парақшам ашылмай, айланып тұрып алады. Яғни олар сондай бір нәрсе істейді. Оны басқа да осы уақытқа дейін жаңағы желіні пайдаланушылардың бәрі көрді. Енді аяқ астынан Twitter'ды Элон Масктың алуы осы әлемде бір үлкен өзгеріс болды. Мысалы, мен Twitter'ды басы бүтін тастап қойдым. Қысқа, мен одан жалыққаным соншалық тастап қойдым. Оның соншама жаңағы былайша айтқанда монополия, диктатура болғандығы соншалық менің Facebook'ымды бұғаттаған 20 неше мәрте бұғатталғанда мен қанша бұғаттаса сонша медиаға шығарып отырсам, сол журналистер Twitter'дің осындай зұлымдығын жазадалмады ғой. Facebook'тың бұғаттағанын, оның бір бүйрек Қытайға бұратынын жазалады. Twitter'ді жазадалмай қойды. Неге? Қорқады. Себебі олардың журналын, газетінің жаңағы сол желідегі бүкіл ақпаратын жойып тастайды екен. Міне, осы ма демократияның? Енді осы Twitter'ді мына кімнің алғаны
бір үлкен өзгерістің басталуы ма екен деймін. Себебі ол келе салды да, анау кімді Трампты шектеген қатынды жұмыстан алды да бірдеу қуып жіберді. Және бір бұл енді Твиттерді жарнама мәселесін алып тастаймыз дейді. Яғни бұл шын мәнінде ол айтты, мен бұны адамзат үшін істедім дейді. Жұрттың бәрі бұл әзілдеп те айтқан болуы мүмкін. Себебі жұрттың бәрі бұны Марстан келді дейді ғой. Бұны марсиан, бұл адамзат емес дейді. Себебі оның ақылы жай адамнан асып кетті. Адамның фантазиясынан, қиялынан асып кетті. Себебі ұшып барып шәйшіліп келіп қайта қонатын зымыран тасығыш, анау жаңа SpaceX, мынау оның жаңағы Tesla көлігі, енді шынында ол мына дәуірдегі адамдардан ол 1000 жыл алдыдағы нәрсені ойлап тапты. Мысалы кезінде Эдисон бір өзі бәленбай-мың тапқырлық жаратқандай, бұл да сондай адам. Енді бұлай қарап отырсаң, енді бұның аяқ астынан осындай желілерді алуы бір жақсылықтың нышаны болуы мүмкін. Бірақ ол кезінде мысалы Путинге ескерту жасап, Путинге айтты, сен атоммен бізге, қысқасы сен бізге атоммен қоқан-лоққы жасай алмайсың, сен бір ел жоқ жерге, мысалы Антарктикаға сен бір атом атып көрші, мен саған уәде берем, мен сенімен бәстесем, сенің атомыңды Антарктикада жарғызбай қоямын. Ал оның бұл сөзінде не сыр тұр? Бірі, бұда біз білмейтін тағы бір сұмдық технология бар болуы мүмкін. Мысалы, Путиннің атом ұшқанда, ол бір лазермен ба, бір бәлеммен ана атомдағы реакцияны тоқтатып тастай ма, бірдеңкесі бар. Бір. Екіншісі, бүкіл кеңістік қазір сол Элон Масктың. Бүкіл кеңістікте оның енді бірдеңке мың жаңағы төмен кеңістікте оның спутнигі ұшып жүр. Ал енді осындай жағдайда ол мысалы орыста мысалы Антарктикаға оның бәстескендей Антарктикаға қаратып атом ататын болса, ол алдымен кеңістікке ұшады, төмен кеңістік. Содан кейін барып ұшады. Мысалы Америкаға не Украина ол кеңістік арқылы жібереді. Зымыранның басына атомды байлап жібереді. Мысалы Путин. Ал енді қара. Сол кезде кеңістіктің бәрі бұның спутнигі болғаннан кейін, бұл алдағы уақытта сол кеңістікке шыққан кез келген нәрсені қағып тастайтын, атып тастайтын, жарып тастайтын, нысанасына жібермейтін, басқа нысанаға аударып жіберетін, бұда бір өнер бар болуы мүмкін. Енді оны бір Құдай біледі. Бірақ кезінде бұл әлемнің бірінші байы ретінде, заңды байлардың ішінде, мына әлемдегі мына бүкіл Ресейдің байлығын, және Назарбаев Тоқаевтан ұрдаған бүкіл қазақтың байлығын жаңа жасырып тығып, әлемде бүкіл жер шарының ең жаңа ұрығара қарақшы байлығы бойынша Путинді бірінші бай дейді. Мысалы, Путинді планетамыздың бірінші байы деп атайды. Ал осындай жағдайда оның осы Путинге осындай бәс жариялауының өзі, демек бұда бір өнер бар. Болмаса ол зұлым Путинге ондай ашық айта алмас еді. Бірақ өткенде Украинаға соғысты тоқтатыңдар, беріліңдер, анау орыс басып алған жерде қайта референдум өткізіңдер, Қырымға су беріңдер, жаңа қысқасы Ымыраға келіңдер деуі, сосын Тайванды Қытайдың бір жері бола салыңдар, автономиялы жері бола салыңдар деп өстіп мантырап кеткеніне қарасаң, бұл да жаңағы орыс пен Қытай мүмкін бұған бір ақшаның шетін жылтыңдаса, енді қанша айтқанмен бай ғой. Ақша үшін бұл принципін сататын адам құсап көрінеді. Енді ол жаңағы Украина соғыс тоқтатыңдар, Тайван Қытаймен жаңағы автономиясы болыңдар дегенде бүкіл жер жүзі бұған түсінбей қалды. Бір есептен оның қазір 50%-тен артық байлығы Қытай жерінде тұр. Оның зауыты Шанхайда тұр. Қытай оның зауытын кіргізту үшін шетел инвестициясы туралы заңын өзгертіп, жерді тіпті 90% арзандатып беріп, бүкіл қысқасы бұның бүкіл жағдайын жасады. Енді қазір ол бүкіл табысының біразын Қытайдан алып отыр. Демек, бұл жігіт күрделі жігіт, түсінбейсің. Бірақ қалай болмасын, оның енді Твиттерді кәдімгідей Қытайдың WeChat-ын мақтап, мысалы WeChat сияқты төлем қабілеті болу керек деп. Мүмкін енді ол Твиттерді адамдар бір-біріне Твиттер арқылы ақша аударатын бірдеңе жасай ма, жоқ өзінің бір жаңағы цифрлы ақшасы, биткоин сияқты бір ақшасын жариялай ма, Твиттер арқылы бәріміз әлем бойынша Твиттер деген мысалы, маған бір 10 Твиттер сап жіберші дегендей, бәріміз бір Твиттердің ақшасын қолданып кетеміз ба? Мысалы Америкадағы нақтылы мен мысалы қалтамдағы $1000 апарып Твиттерге салып жіберіп, оны кез келген аккаунттан шығарып алатын қып қоя ма? Білмеймін, қысқасы бұл жігіт біресе WeChat-ты мақтайды, біресе жаңағы басқа әңгімесін айтады. Қысқасы бұл жігіттен бір түсінбейтін жерде бар. Түсінейін десең, енді шынында ол бір өзгеріс әкелуі де мүмкін. Мүмкін ымыраға келейік деп жүріп, ымырашылдықты айтып жүріп, бұл бір білмеймін. Мен өз басым бұл жігіт түсінбей қалдым. Себебі мен енді сөздің шыны
туалет бұзылса жасай алмайтын, велосипедтің шынжыры түсіп қалса жасай алмайтын, есіктің құлпысын жасап құлпа ауыстыра алмайтын, мен сияқты адам үшін алғанда зымыранды ұшырып оны қондыра алатын болуын түсіну мүмкін емес. Мысалы, ол енді ол жігіттің өнері де, білімі де, ақылы да, парасатта, ол адамзаттан озып туған. Мүмкін оны мен сияқты, мысалы, 10 мың серік жан болса, мүмкін оның ойын ойнап түсінетін шығар. Қысқасы ол солай жігіт. Қысқасы ол солай жігіт. Енді былай қарасаң, Трамптың сөзі де сөз сияқты да, ол айтады, мен болғанда дейді, мына соғысты болғызбас едім. Менің кезімде Корейдің семіз баласы бір жерін қысып тып-тыныш отырды. Менің кезімде Путинға тыныш отыр дедім, тыныш отырды. Путин қашан соғыс ашты? Демократтардың кезінде мен Германиядан әскер шегіндірдім, ауғаннан әскер шегіндіруді бастадым. Мен кезімде бірде-бір не болған жоқ. Мен бәрін орнына қойдым дейді. Былай қарасаң солай сияқты. Шынында да сенің үйің өртенейін деп тұрғанын біліп алдың әлі. Міне жерің дұрыстамасаң өрт кетеді деп үйіңді өрттен аман алып қалған адам жақсы ма? Жоқ. Үйіңнің өртенетінін біліп тұрып үндемей, жаңағы үндемей, айтпай отырып, әбден үйің өртенген кезде барып, ой бауырым оу деп жаңағы стақанмен, қасықпен, қасықпен су тасып, сенің үйіңдің өртін өшіруге көмектескен адам жақсы ма? Қысқасы түсінбейсің. Бірақ қалай болмасын, әлемдік геосаясатта бір үлкен өзгерістің басы басталып ақ тұр. Үлкен өзгеріс. Анау мынау өзгеріс емес. Үлкен өзгерістің басы басталып. Ал енді мына Аюлы деген таудан, Нью-Джерси штаты, мына Аюлы деген тау, осы жерден баршаларыңызға салам, баршаларыңызға жақсылық болсын. Мен енді бүгін қыдырып, осы табиғатты көрейік деп тауға шығып, тауды сағындық, қалада жүре беріп, содан жай жүрмейік деп сіздерге осы саяси ақпараттық танымдық шолуымызды бастап отырмыз. Естіп, біліп отырғандар, көргендер бөлісіп, таратып тастаңыздар. Үздіксіз комментарий, лайк басып отырыңыздар. Комментарийға комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.